Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге миксерді, блендерді қажет етпейтін, өте нәзік болып шығатын сметана пирогының рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға 1 чай қасық разрыхлителді қосып, оған 82% майымызды салып, қолымызбен видеодағыдай крошка жасап аламыз. Бөлек ыдысымызға қант пен жұмыртқаны салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Оны жаңаға дайындап қойған тестамызға құйып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ, өте нәзік қамыр болып шығады. Салафанға салып, холодильникке 20-25 минут көлемінде қойып қоямыз. 2 сағаттан артық уақыт холодильникте ұстауға болмайды. Енді пирогтың салмасын дайындау үшін 20%-дан кем болмайтын сметананы ыдысқа салып, оған қантымызды 2 жұмыртқаны салып, 10 грамм ванили сахарды қосамыз. Салманы жақсы ұстап тұруы үшін 15 грамм кукурузный крахмалды қосамыз. Картоп крахмалы мұнда жарамайды. Енді формаға тестаны жақсылап жайғастырып, шанышқының көмегімен видеодағыдай тесіп шығамыз. Енді салмамызды тағы бір араластырып, формаға құямыз. 160 градуста қызып тұрған пеште 30 минут көлемінде пісіреміз. Пирог суылғанша формадан шығаруға болмайды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.